асуыны ықпалы көбірек әйел кісілерден болатындығын айтқан тәпсіріне ғұламалар. Yani көбінесе сол зінаның соның себепкер әйел кісі екен. Әйел кісі. Сол үшін шариғатымыз әйел кісіні қарапайым болып, әдем хош истерді сеппей көшеге шығуды, қарапайым киінуді, адамдардың көзіне түспеуге шақыратындығы сол екен. Өйткені ол әйел адам өтіп баратқан еркекті өзіне қарататын солар екен. Соны білген Алла Тағала аятта соны айтты дейді. Әркім өзінің отбасына, әйеліне, қарындастарына, қыздарына ие болу керек. Қоғамға қызыңды ашып берме, әйеліңді ашып берме. Әйеліңнің әтір сеуіп шыққанына разы болма көшеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай да бір әйел үйінен өзге ерлерді қарату мақсатымен әтір сеуіп шығатын болса, зинақорлық жасаған әйелмен тең болады деген хадисі бар имам Тирмизиде.